Магний адам ағзасына өте қажет макроэлемент, яғни көп мөлшерде керек минерал. Ол 300-ден аса биохимиялық процестерге қатысады және әр жасушада кездеседі. Магнийдің ағзадағы рөлі. Бір энергия өндіру, ат синтезі. Жасушаға энергия беретін процестер магнийсіз жүрмейді. 2. Жүйке жүйесі. Жүйкені тыныштандырады, күйзеліске қарсы әсер етеді. Мидың есте сақтаудың жұмысына қатысады. 3. Бұлшықет. Бұлшықеттің жиырылуы мен босаңсуын реттейді. Тартылуды, судороги, болдырмайды. 4. Жүрек. Жүрек ырғағын тұрақтандырады, гипертонияны азайтады. 5. Сүйек. Кальциймен бірге сүйек тіннің түзілуіне қатысады. 6. Қант алмасуы. Инсулин сезімталдығына оң әсер етеді. 7. Қабынуға қарсы және антиоксиданттық әсері бар. Магний жетіспеушілігі, гипомагниемия. Симптомдары. Бұлшықет тартылуы, тырысу, шаршағыштық, әлсіздік, ұйқысыздық, мазасыздық, жүрек соғысының бұзылуы, бас ауру, бас айналу, іш қату, апатия, күйзеліс. Магний қандай тағамда бар? Жасыл жапырақты көкөністер, шпинат, мангольд. Жаңғақ, бадам, грек жаңғағы. Тұтас дәндер, сұлы, қарақұмық. Бұршақ, жасымық. Банан, қара шоколад. Балық, лосос, скумбрия. Авокадо. Қоспа түрлері, бад. Түрі, ерекшелігі. Цитрат, жақсы сіңеді, ішті босатады. Глицинат, жүйкеге тыныштандырушы әсер, жақсы ұйқы. Оксид, арзан, бірақ сіңуі төмен. Малат, шаршау мен бұлшықет ауруларына. Таурат, жүрекке пайдалы. Ылтрианат, миға өтеді, есте сақтау мен зейінге жақсы. Күнделікті қажеттілік. Әйелдерге 310-320 мың. Ерлерге 400-420 мың. Жүкті әйелдерге 350-400 мың. Қолдануға кеңес беріледі. Күйзеліс, шаршау, ұйқысыздық. Бұлшықет тартылу. Жүктілік, әсіресе кеш, токсикоз, гипертонус. Жүрек қан тамыр аурулары. Қант диабеті. Остеопороз. Қорытынды. Магний ағзаның барлық жүйелеріне әсер ететін маңызды минерал. Оны теңдестірілген тамақтану арқылы алу керек, ал қажет болса, қоспа түрінде дәрігер бақылауымен қабылдауға болады.